Қайырлы күн баршаңызға. Қазақ тілі 93-ші сабақ жүктеу есімдігі деген тақырыпты сіздерге түсіндіре өтемін. Арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Бүгінгі сабағымыз жүктеу есімдігі. Берілген мәтіннің мазмұны бойынша өз пікірімді білдіремін, жүктеу есімдіктерін білемін. 42-ші жаттығу мәтінді тыңда деген берілгенде бүркіттің тағдыры. Бүркіт өте қауқарлы құс. Ол бүрген кезде түлкінің омыртқасын опырып жібереді. Ал адам қолға үйретіп баулыған бүркіт қасқыр да тайсалмай алады. Бүркіт қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Су бүркіті балықты қорек етеді. Бүркіттің түрі көп. Бүркіттер тек адамнан ғана зардап шегіп келеді. 1917-22 жылдары Америкада 15.745 бүркіт адам қолынан өлген. Осындай озбырлықтың салдарынан бүркіттердің тұқымы азая бастаған соң қазір барлық елде бүркіттерді қорғау туралы арнаулы заң шығарылды. Біздің елімізде бүркіттерге ешқандай қастандық жасалмайды. Бүркіттер туралы не білдің? Бүркіттерді не үшін қолға үйреттің деген сұрақтарға қазір сіздерге жауап беремін. 42-ші жаттығудың бүркіт өте қауқарлы құс, ол түлкі, қоян, тиін, құр, кейде тырнаға да түседі. Міне осы жерін жақсылап оқып алсаңыздар болады. Бүркітті аң аулау үшін қолға үйретеді. Тағы да не істеу керек екендерді жазып қойдым. 43-ші жаттығуда кестеде берілген ақпараттарды пайдаланып бүркіт туралы мәтін құрап жаз деген сіздерге жазып сіздерге ұсынамын. Міне 43-ші жаттығу. Бүркіт жыртқыш құс. Олар Маңғыстау, Үстірт, Қызылқұм, Сарыарқа, Алтай таулары мен Іле алатауын мекендейді. Бүркіт ұясын биік ағаштар мен зәулім жарыстарға алып бір-екі жұмыртқа табады. Ол ұя салу науқаны наурыз-сәуір айларында болады. 44-ші жаттығуда түсіп қалған есімдіктерді орнына қойып жаңылтпашты оқы деген. Астында түсіп қалған есімдіктер тұр. Соларды оқимыз. Қара бүркіт томағасын түсірді. Оны мен томағаламай, кім томағалайды деп мен есімдіктерді осылай орнына қойдым. Осылай көшіріп алсаңыздар болады. 45-ші жаттығу сөйлемдерді тиісті тыныс белгісін қойып көшіріп жаз деген. Саятшылық, құс салып, аң аулау өнері, мұнымен айналысатын адамды құсбегі деп атайды. Нүкте қойылады. Олар көбіне бүркіт, лашын, сұңқар секілді жыртқыш құстарды аң аулайды. Лашын, сұңқар тұқымдасына жататын жыртқыш құс деп осылай сіздерге ұсынып отырмын. Тыныс белгілерін дұрыс қойып ұсынып отырмын. Жақсылап мұқият қарап жазып алыңыздар. 46-ші жаттығуда сюжет бойынша әңгіме құра деген. Міне сіздерге құрап ұсынып отырмын. Қарлығаш киелі құс. Қазақ халқы қарлығашты ежелден жақсы көрген. Оларға қатысты көптеген ырым-жорамалдар да бар. Қарлығаш ұя салған жерде береке, бірлік, молшылық болады дейді. Биыл біздің үйге қарлығаш ұя салды. Киелі құстың біздің үйге ұя салғанына мақтанамыз деп осылай сіздерге әңгіме құрап жазып қойдым.